Өзбек қазақ халықтары сан мың ғасырлардан бері бір жеңнен қол, бір жағынан бас шығарып, қоян қолтық араласып тату тәтті береке бірлікте жасап келуде. Қанымызға сіңіп кеткен достық, сыйластық дәстүрлерін жалғастырып, екі елдің ынтымақтастығын одан әрі нығайту мақсатында, сонымен қатар тәуелсіздігіміздің 20 жылдығының құрметті қонағы ретінде Әлем достығы халықаралық публицистиканы дамыту қорының президенті, Білім және ғылым журналының редакциялық кеңестерінің мүшесі Бақыт Рүстемов елімізге қонақ болып келді. Осыған орай ұлтаралық мәдени орталығында кеш өтті. Mustaqillik yillarida mana shu madaniy hamkorlikni yanada masalan kengaytirish borasida ko'pgina ishlar qilinyapti. O'zaro aloqalarni mustahkamlash borasida masalan bundan o'tgan yili taniqli adibimiz Nosir Fozilov tarjimasida qozoq adiblarining katta to'plami chop etildi. Tarjimasida o'zbek tiliga tarjimada bunday kitoblar muntazam e'lon qilib kelinyapti. Mana kuni kecha bizga demak taniqli qozoq publisist, xalqaro jurnalisti, yozuvchisi Baxt Rustamov mehmon bo'lib keldi. U bizni mana o'sha Bobur bog'ida bo'lib o'tgan milliy madaniy markazlarni mustaqilligimizning 20 yilligiga bag'ishlangan katta bayramida ishtirok etdi. Bugun esa mana Baynalmilal madaniyat markazida Qozoq madaniyat markazi va boshqa markazlarning faollari ishtirokida u bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Bu Baxt Rustamov Qozog'istonda tanilgan publisist, yozuvchi. Ayniqsa uni asosiy mavzularidan biri o'sha xalqlar do'stligini kuylash va shunga xizmat qilish. Qolaversa Baxt Rustamov aslida O'zbekistonda tug'ilib o'sgan, shu yerda dastlabki bilimni olgan, bugungi kunda tanilgan ijodkor va uni hozirgi niyati bu O'zbekistonga kelishdan maqsadi mana shu 20 yil davomida O'zbekistonda ro'y bergan o'zgarishlarni o'z ko'zi bilan ko'rish va O'zbekistonni bugungi taraqqiyoti haqida hikoya qilish. Qolaversa o'zbek qozoq xalqlarining azaliy do'stligi tarixi va bugungi kundagi aloqalari haqida bir kitob yozish niyatida kelgan va biz buni qo'llab-quvvatladik. Xalqlarimiz o'rtasidagi birodarlik, do'stlik, hamjihatlik ekanligi yana bir karra mana shu uchrashuvda tilga olindi. Бүгінгі кейіпкерimiz jurnalist, жан-жақты ізденімпаз, достық жыршысы Бақыт Рүстемов екі елдің де белді азаматы, ұлтаралық татулықты нығайтып, ата-бабаларымыздың даңғыл жолын жалғастырып келеді. Бұл ініміздің тақырыбы өзбек қазақ халықтарының достығы туралы. Енді мен ойлаймын, осы біздің Өзбекстанда да жақсы бір қаламгерлер бар. Мысалы, Сейданов Қалдыбек ағамыз көптен бері өзбек қазақ достығы туралы күйлеп жазып кел жатқан қаламгердің бірі. Ал енді Бақытжан да Қазақстаннан тұрып, өзбек қазақ халықтарының достығын жырласа, айтайық соны сол туралы қалам шертсе, әлбетте нұр үстіне нұр жауады. Мен ойлаймын, Бақытжан Төлегенұлы өте жақсы тақырыпты. Өзбекстанда жасап жатқан қазақ болсам да, менің отаным осы Өзбекстан отаным деп білемін. Маған басқа отан жоқ, тек қана Өзбекстан менің отаным. Достық жыршысы болған ағамыз еліміздің көркем табиғаты, тұрғындардың кең пейілділігі мен ыстық ықыласына дән риза болды. Осы келгенде көріп таңғалып отырмын. Ташкенттің қалай өзгергеніне, қалай көркейгеніне, анау әлемдегі Европа болмаса Америка дейді, батыс елдерінің мемлекеттерінен, астаналарынан бірде-бір кем емес. Қайтаға мен байқаймын, тіпті асып та жатқан сияқты. Ташкенттің көркеюі көз қуантады. Сондықтан мен үлкен бір сондай бір осы елдің азаматтарына, басшыларына, өздеріңіз сияқты мәдениет саласында жүрген азаматтарға да үлкен қуанышымды, сезімді білдіргім келіп отыр. Кештің соңғы бөлімінде Бақыт Рүстемовтың дүниежүзі мемлекеттерінде болған фотокөрмесі тамашаланды. Сонымен бірге кешке келген ақындар өзінің достық туралы жазылған өлеңдерін оқып берді.